Достар, енді осы YouTube желісінде айтпасқа болмады, қазақтар көрсе жазылыңыздар. Жалпы бұл менің таза қазақ контентінде жүргізіп жатқан ютубым. Негізі бұл жерде бір айда 10 мыңға баяғыда жету керек едік. Көмектесіңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір Қазақстанда Магнумға бойкот жүріп жатыр, анда деген сияқты. Бұл темаларды біз алғашқы 5 блогер болып бірге бастадық. Қазір қалың қалып кетті, қуаныштымын. Шын айтамын, шын жүрегімнен мен қуанып отырмын. Тіл мәселесі бізде жиі көтерілу керек, және де қазақ тілінен қатар орыс тілі ешқашан қатар болмау керек. Ол жай бір сорт болу керек, бір жүрген, бір туристер келгенде қолданатын деген сияқты. Бірақ бізде тек қана бір ғана мемлекеттік тіл, тек қана қазақ тілі ғана болу керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Осы арқылы біз өзіміздің тарихымызды, құндылықтарымызды оқи бастаймыз. Көрдіңіздер ме? Сол үшін мінекей әрбір жерде талап ету керек, еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Анау мені соттайды, бүйтеді деген сияқты жоқ. Қазір керісінше бұл нәрсе қатаң жүріп жатыр. Және де біз көп болатын болсақ, түбінде бәрібір біздің дегенімізді істейді олар. Қазірдің өзінде күн санап біз өсіп жатырмыз. Сондықтан тек қана алға.